алтын қоңыз халал ма, харам ба? Жалпы ислам дінімізде харам заттар мен халал заттар белгілі, бекітіліп қойған, үкімі берілген. Мысалға, харам заттар Құран аяттарымен бекітілген харам заттар бар. Ол, например, Анғам сүресінде өлексенің еті, доңыздың еті және арақ үшеуі харам етіліп бекітілген. Құранның кескінді аяты бойынша ол заттарды жеуге мүлдем тыйым салынады, жеуге, ішуге. Мысалға, доңыздың еті не үшін харам болады? Өйткені ол денсаулыққа мүлдем зиян болған үшін харам етіледі. Арақ, шарап не үшін харам етіледі? Өйткені ол адамды естен тандырады және тәуелділік шақырады, еще ол денсаулыққа мүлдем зиян. Осы себептері болған үшін Алла Тағала оны харам еткен. Және де жаңа өлексе, олардың барлығы денсаулыққа зиян болған үшін харам етіледі. Және де пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның хадистерімен де харам етілген заттар бар. Оларды ислам діні жалпы жеуге шақырмайды. Оның ішінде мысалға мына құрт құмырсқа, бақа-шаян деген сияқты жалпы заттар бар. Оларды да жеуге болмайды. Енді бұлар не үшін харам деген сұраққа келсек, бұлар жиіркенішті болғаны үшін харам болады. Құрт құмырсқа, шыбын шіркей, қаны жоқ заттар, сондай майда жәндіктер, олардың бәрі пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисімен, ғалымдардың иштиғадымен жалпы харам болып бекітілген. Но бірақ кез келген харам зат үкімі ситуацияға қарай өзгеріп тұрады. Мысалға, Құранның аятының өзінде айтылады, доңыздың етін жеу харам етіп айтылып келеді, бірақ жан сақтау мақсатында жегендердің үкімі басқа дейді. Яғни жан сақтауға жеуге болады деген сөз. Мысалға, сіз жапан далада қап кетсеңіз, және доңыздың етінен басқа ет жоқ, сіз аштан өлмес үшін ана доңыздың етін жеу харам бұлай тұрсын, сіз жеу міндетті болады сізге, жаныңызды сақтау үшін. Себебі исламда, шариғатта адамның жаны ең қымбат, ең жоғары дәрежеде тұратын зат. Соны сақтауымыз керек. Адам өзінің денсаулығын, жанын сақтау керек бірінші очередте. Мысалға, арақ не үшін харам? Оларды жаңа айттым. Мысалы, одан кейін наркотик деген нәрсе бар. Наркотик ол денсаулыққа зиян, есті адастыратын болғандықтан харам, но бірақ медицинада оны наркоз ретінде қолданады наркотикті. Оны ислам шариғаты тыйым салмайды. Жалпы болады, халал деп үкімі бәрі белгілі болған наркозды қолдана бересіз. Но бірақ негізгі элементі ішіндегі оның наркотик. Естен тандырып, сізді ұйықтатып тастау үшін сондай мақсатта наркотикті қолданады медицинада. Сол сияқты үкім өзгерді ме? Өзгеріп жатыр. Сол сияқты, мысалға, мына алтын қоңыз деген зат бар бізде. Бұның пайдасын әбден тексеріп, көріп, бір емес бірнеше отбасылар сәбилі болып, үші простатитінен айырылып жатқандықтан мен айтам, жеке адам осындай аурулары, мен санап берген ауруларың бар болса, ішіңдер. Бірақ мен сендерге айтпаймын, бұл нәрсе халал, керемет нәрсе деп. Өзіңнің шешім қабылдайсың. Үкімің жаңағындай, өзің денсаулықтан ауруыңа шипа таба алмай жүрсің ба, сол мақсатта ғана іш деп елді шақырамын. Жалпы елдің бәріне халал, тамақтарына қосыңдар, керемет зат екен деп айтпаймын. Жалпы сондай нәрсе. Біздің қазақтар да бұндай жалпы нәрсені жемеген ғой, қазақтарымыз. Құрт құмырсқаға кезінде, ашаршылық кезінде де Қытайлар күліп кетті бізге. Қазақтар қырылған ғой, 4,5 миллион қазақ ашаршылықта қырылып кеткен. Сол кезде айтады дейді, Қытайлар, қазақтар құрт құмырсқа, бақа-шаян елдерінде толып жүр, сендер малдарын тартып алған, қырылып қалдыңдар, жемейсіңдер мана нәрсенің бәрін деп Қытайлар күлген екен да. Оларға халал, харам деген нәрсе жоқ қой, оларда ұрып жей береді бәрі. Ал жалпы бізде ондай нәрсені жемейді. Жалпы қазақ халқы да, мұсылманшылықта да. Сол үшін бұны тек бірақ мақсатта, емдік мақсатта ғана қолданасыздар. Жемейсіздер, қолданасыздар. Езіп инструкциясы бар, қолданасыздар. Сондай нәрсе. Енді жалпы халал, харам деген нәрсені мен бермеймін. Мен ондай үкім шығарушы емеспін. Кішкене адамның түсінігін бұлай емдік мақсатқа қарай жақындаттым. Сондай ниетпен ғана қолданыңыздар деп. Ал жалпы мынаны сен үкімін беріп атсың, сен мүфти болып кеттің ба деп маған қатты сөздер айтпауларыңызды сұраймын. Тағы да бір мысал. Мысалға, қоңызды жеп не істейсіңдер? Бұл нәрсе харам. Сендер барып урологқа емделіңдер дейді. Жалпы қарсы емеспін. Медицинаға қарсы емеспін. Емделсін. Но бірақ бір нәрсені қараңыз. Урологқа барғанда урологтар сіздің простатитіңізді емдеу үшін саусағымен сіздің артыңыздан, құйрығыңыздан саусағын тығып, ана
предстательный железадағы суықты алу үшін саусағын тығады, былайша айтқанда. Енді қараңыз, бөтен еркектің артына, яғни құйрығына саусағын тығу халал ма, харам ба? Харам, естественно, харам. Любой дін, не только ислам діні, любой дін оны айтатын шығар харам деп. Жалпы да. Сондай нәрселер бар. Ол урологқа не үшін барасың? Ем табу мақсатында, амал жоқ сол процедураға сен көнесің. Амалының жоқтығынан ем табу мақсатында. Енді имамдар ол процедураны халал демейін жар, оны жалпы елдің бәрі солай емделеді. Өзіңіз ойланыңыз да енді. Харам нәрселер толып жатыр да, мысалға. Мысалға кейде бір ауылдық жерлер болып қалады. Ер кісі гинеколог. Енді ондай ауылдар аз жалпы. Бірақ гинеколог ер кісілер кездесіп қалады. Енді басқа әйел гинеколог таппай жатқанда, исламның өзі жаңағындай еш барар жерің болмай жатса, амал жоқ соған ер гинекологқа көрінуге тура келеді. Акушерлер бар, например. Ер кісі акушерлер бар. Босандыру керек болып отыр ма? Болды, амал жоқ, босандырады. Үкім өзгеріп кете береді осылай, ситуацияға қарай. Сол үшін мына нәрсені жалпы алтын қолыңыз харам болғанымен ауру шипа табу мақсатында қолданыңыздар деймін. Өйткені өте пайдалы, мен пайдасын әбден көргенмін бұл нәрсенің. Жақындарым да көріп жатыр, бірнеше кісілерге бердік, пациенттеріме де беріп, пайдасын көріп, рахметін айтып жатыр. Ал былай жалпы халал харам үкім беруші емеспін мен, муфти емеспін, дін маманы емеспін. Мені сөкпеңіздер, мен тек сіздердің жалпы халал харам ба деп бәрі жаза бергеннен кейін амал жоқ. Кішкене бір ортақ бір түсінікке ойларыңызды келтіру үшін ғана айтып отырмын. Жалпы ондай үкім беретін адам емеспін. Мені сөкпеңіздер. Тек ем табу мақсатында ғана қолдансаңыздар болады. Өздеріңіз үшін оны өзіңіз шешім қабылдайсыз. Мен рұқсат деп айтпаймын, өзіңіз шешім қабылдайсыз. Ол нәрсеге өзіңіз шешім қабылдайсыз айтайын. Әркім өзінің жеке мәселесі, ауруын таба алмай жүргендіктен барып осы нәрсені қолданатын кісілер бар. Енді ол әркім өзінің шаруасы. Оны ішіп жүрген кісілерді де сөкпеңіздер. Олар да жетіскенден бұл нәрсені қолданып жүрген жоқ, прикол іздеп жүрген жоқ олар. Әбден қиналып, басын тауға да тасқа да ұрып, әрбір есікті тоздырып, ем таба алмағаннан кейін осындай нәрсеге барады. Тағы бір зат айта кетейін осы жерде. Мысалға, бізде қазақта не істейді? Үйленеді жастар, 2 жыл, 3 жыл бала күтеді. Примерно болмағаннан кейін уже емделе бастайды. 1-2 рет, 1-2 врачына барады, одан ем жоқ па, уже қуа бастайды олар. Қабір аралайды, аруақтан сұрайды, бақсыға барады, балгерге барады, қай жылы деп қуа бастайды. Олай тоже қуған дұрыс емес. Жалпы харам, осы ширк дейтіндер бар, осы бұны. Ширк дейтіндер бар. Вот ширк сол нәрсе да, жалпы қуып, қабір аралап, жаңағындай аруақтан сұрап, бақсыға барып, балгерге барып кетсең, вот это ширк болады. А бұл нәрсе жалпы ширк емес, харам болуы мүмкін, жиіркенішті болған үшін ғана. Үйто оны емдік мақсатын, пайдасын көру үшін ғана қолдануға шақырамын да. Ал жалпы жеуге шақырмаймын бұл нәрсені. Кішкене түсіндіре алдым деп ойлаймын.